Біздің қазақтың жігіттері неге әйелді түсінбейді, жылатады, қорлайды, жақсы қарамайды, бағаламайды? Себебі бізді бала кезімізден дайындайды ғой. Әйел адамды бір дұшпан қылып көрсетеді. Ертең сен үйленесің, үйленгеннен кейін әйеліңнің айтқанымен жүресің. Ата-анаңды тастап кетесің. Әйелің сенің екі аяғыңды бір етікке тығады. Әйеліңді басқара алмай қаласың. Әйеліңе сөзің жүрмей қалады. Әйеліңнің бір айтқанын істеп қойсаң, өмір бойы соның айтқанын істеп құлы болып кетесің деген сияқты. Мазақ қылып та, кекетіп те, серьезно де айтатын адамдар көп қоғамда. Міне соны естіп өскен жігіттер үйленгеннен кейін әйелімен өзінен өзі қарсы келіп, айтқаны болмаса ашуланып, әйелімнен жеңіліп әлсіз болып қалмайын, әйелім басыма шығып кетпесін, мен еркекпін, менің айтқаным болу керек деген сияқты сондай ақымақтыққа барып жататыны. Міне сондай санасыз тәрбиенің кесерінен, сондай ақымақтардың айтқан ақылынан, сондай үлкендердің көрсеткен жолынан қаншама семьялар зардап шегіп жатыр. Жазықсыз сәбилер қиналып жатыр. Ол өте дұрыс емес нәрсе. Әйел адам ешқашан дұшпан емес. Ең бірінші дұшпан сен өз-өзіңе дұшпансың. Өзіңді құртатын өзіңсің. Әйел адам ол Алланың берген үлкен нығметі, сенің рахатың, сенің бақытың, сенің жақсылығың, өмір бойы сенің жаныңда саған қызмет етіп, ұрпағыңды жалғастыратын, өмірлік серігің, тамағыңды істеп, кіріңді жуып, үйіңді жинап, қонағыңды күтіп, ата-анаңды, бауырларыңды бәрін сыйлап қызмет етіп жүрген әйелдердің айта берсек жақсылығы жетеді. Сондай адамды сен қалай сыйламайсың, қалай жақсы көрмейсің, қалай бағаламайсың, қалай саған ол дұшпан ол саған, қалай сен еркелетпейсің оны. Сен үшін сонша жақсылық жасап, бүкіл отбасын тастап келіп отқан танымайтын бөтен адам. Сондай адамды сыйламайтын, сабыр етпейтін сен ақымақсың ба? Кейбір кемшіліктері бар шығар, қателіктері бар шығар. Любой адамда бар қателік. Бірақ сонша жақсылығын адам түсіну керек, бағалау керек. Құдайдың берген сондай нығметін. Міне еркек адамның амалы. Дұрыс ақыл, дұрыс жол, дұрыс мотивация. Өз-өзімізбен күресіп, сондай әрекет жасауға тырысу керек. Сондай ақылды көп айту керек. Үлкендер әсіресе. Олай жастардың өмірін құртпаңыздар. Әйелдеріне айдап салмаңыздар. Осындай жаңа айтылған насихаттарды айтып отырсаңыздар, қаншама отбасы аман қалатын еді. Ондай еркектен әйел кетпейді. Әйелдер айтыңыздаршы комментарияға. Жақсы, осы видеоға лайк басып, пікір қалдырып, барынша бөлісіп кетіңіздер. Көптеген жігіттеріміз түсінбей жүрген, сондай проблема болып жүрген жігіттеріміз ойлансын, сондай қателік жасамасын. Егер отбасылық кеңес болса, жеке консультация алыңыздар.